Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, құрметті домбыра сүйер қауым және күйшілер және домбыраға келген жаңа домбырашылар. Бүгін мен сіздерге алғашқы YouTube каналымдағы видеомды арнаймын және бастаймын. Яғни бүгін біз домбыра аспабымен танысамыз. Домбыра аспабын толық меңгеріп, толық бастау аласыздар. Бүгін домбыра аспабының құрылысын және домбыра аспабының тарихын домбыра аспабымен танысатын боласыздар. Бүгін мен сіздермен болатын Райқұл Расул домбыра видеомызды бастаймыз. Ал достар, бірінші бастамас бұрын біз домбыраның құрылысына көшеміз. Яғни домбыра тарихы. Домбыра аспабы бұл ежелден келе жатқан, ежелгі ата-бабамыздан қалған көне мұра. Бұл аспаптың тарихы өте зор, өте мол. Бұл аспаптың тарихы өте керемет. Бұл домбыра аспабы барлық Қазақстанның тәуелі және бұл барлық қазақтардың және қазақ халқының қолдан жасалған қара домбырасы. Бұл домбырамен әу деп, ән айтып, күй шерткен қазақтарымыз өте көп. Бүгін осы домбыра аспабын құрылымын және құрылысын сіздерге таныстыратын боламын. Ал достар, біз домбыра аспабын алдық. Мінекей бұл менің домбыра аспабым. Бұл аспаптың бүгін құрылысын таныстырамын қазір сіздерге. Бұл домбыра аспабында 12 мүше, 12 құрылыс жері бар. Енді бастаймыз. Бұл жерде бастан бастаймыз. Басы бұл бірінші және екінші бұл құлақтары. Құлақтары, яғни домбырада настройка дейміз ғой, настройка келтіреміз. Бұл жерде настройка келтіргенде домбыраны оңға, солға және төменге бұраймыз. Бұл жерде екі құлақ болады домбырада. Одан кейін бұл құлақтарға, домбыраның құлағына екі ішек ілінген. Мінекей көріп отырсыздар, екі ішек ілінген. Сол екі ішек арқылы домбыра тартамыз. Және бұл жерде бізде мойынның басына келетін болсақ, бұл шайтан тиегі, яғни кіші тиек деп аталады. Одан кейін біз ортаңғы жаққа келетін болсақ, бұл ұзын ағаш мойны деп аталады. Мойны. Одан кейін мойнында бізде осындай нүктелер бар. Ақ нүкте осындай. Және ішекпен осындай қоршалған төрт бұрышты бейнені байқаймыз. Бұл біздің пернелер, яғни мойындағы ноталар деп аталады. Ал бұл бізде осындай екі ұзын жіп, бұл ішек деп аталады. Екі ішек болады домбырада, осылай шертіп ойналынатын дыбысы, негізгі құрылысының бірі. Одан кейін домбыраның шанағына келетін болсақ, бұл артқы жағы шанағы болады. 7 ағаштан осылай ойып жасалады домбыра. Және ана жағына келетін болсақ, бұл бет қорғаны. Бұл жерде бет қорғаны. Бет қақпағы деп айтамыз, бет қақпағы. Бұл ойы сүйектен құйылған екен. Және бұл жерде ойық бар, дыбыс ойығы, тесі, яғни бұл дыбыс ойығы деп аталады. Мына жақта бізде ішекті ұстап тұратын негізгі үлкен тиек. Бұл үлкен тиек. Одан кейін негізгі ең соңғысы бұл бізде түйме. Домбырада екі ішекті мықты ұстап тұратын бұл осы түйме. Домбыраның құрылысы дәл осындай 12 мүшеден тұрады және бұл мүшелер домбырада жақсы маңызды рөл атқарады. Енді домбыра тартпас бұрын біз домбыраны осылай құрылысымен біліп жақсы меңгеруіміз керек. Енді домбыра тартпас бұрын бізде қағыс деген не? Қағыс деген ол не деп түсінулеріңіз мүмкін. Яғни қағыс дегеніміз домбырада ойналатын, оң жақ қолдағы жұмыс жасайтын істі айтамыз. Бұл қағыс деп аталады. Яғни қағыс, мен сіздерге көрсетейін, қағыс мынандай болады. Одан кейін достар, біз қағыс үйренбес бұрын біз бірінші үйренуіміз керекпіз. Бізде домбырада П әрпі бұл төмен қағысты білдіреді. Ал мынандай В әрпі бұл жоғары қағысты білдіреді. Яғни мен сіздерге қазір 3 қағысты үйретемін, төмен, жоғары. Біз домбырада бірінші қағыс қақпас бұрын оң жақ қолымызды түзеуіміз керек. Ол қалай? Оң жақ қолымызда бізде домбыраны екі саусақпен тартамыз, яғни бас бармақ және сұқ саусақ. Сұқ саусақтың үстіне бас бармағымызды осылай қойып, осылай жүрекше қыламыз. Және одан кейін біз бірінші төмен қағыс қаққан кезде сұқ саусағымызбен
тырнағымызбен бірінші қағысты төменге қағамыз. Одан кейін бас бармағымызды тырнағымен үстіңгі қағысты қағамыз, яғни жоғары қағыс. Осылай қағыс қағып үйренеміз. Бірінші төмен жоғары қағыстарды дәл осы сұқ саусақ және бас бармақ арқылы қағып үйренейік. Осылай қағыстарды үйреніп, жаттығып алуымыз керек. Яғни күй шертпес бұрын, ән айтпас бұрын осылай домбырада қағыс қағып үйренуіміз керек. Бұл домбырада негізгі әдіс тәсілдердің бірі. Енді мен сіздерге көптеген қағыстарды үйретемін. Бүгін қағыс құрылыстарды үйретіп жатырмын сіздерге. Енді төмен жоғары деген қағысты үйреніп көрейік. Бұл көбінесе бұл қағыс әндерде кездеседі, сол себепті қағыс қағып көрейік. Төмен жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары. Айтпақшы, домбырада айта кететін жайт, домбырада бізде екі ішекті екі нотаға, әртүрлі нотаға келтіреміз. Яғни астыңғы ішегін сольға, үстіңгі ішегін реге. Енді біз бұлай ішекті қалай келтіреміз? Яғни біз құлақты қалай бұрап, қалай нотаға түсіреміз? Сіздерге оны да айтып өтейін. Бізде Play Market немесе Apple Store'да Guitar Tuner деген платформа бар. Яғни ол приложениеде сіздер гитараның, яғни сольді G-ға, D-ны реге келтіріп, құлағын түзейсіздер. Яғни көтерген кезде сольді жоғарға құлақты көтереміз, одан кейін сүрген кезде өзімізге қарай тартып, осы соль реге келтіріп аламыз. Сол Guitar Tuner арқылы мен осы домбыра настройкасын, яғни дыбысын келтіріп аламын. Осымен бүгінгі видеомызда біз қағыс қағуды және домбыра құрылысын үйрендік. Және де біз домбыра тарихы мен домбыра аспабымен таныстық. Бұл көне біздің ежелден келе жатқан ұлттық мұра аспабымыз, қазірге дейін сақталып келе жатқан аспаптардың бірі. Сол себепті бұл аспапты ұмытпай жаттауымыз керек, және де әрбір қазақ осы аспапты шерте білу керек. Енді бүгінгі видеода біз домбырады қағыс қағуды және домбыра ішегін шертуді және дыбысын келтіруді үйрендік. Және бүгінгі видеода оның құрылысымен үйрендік. Енді келесі сабақта біз домбыраны ары қарай дамытып, тереңірек өтіп үйренеміз. Сіздермен болған мен Райкүл Расул. Видеоға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.